Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздерді строительный кітапхана филиалы мен қатысушымын жобасы аясында өтіп жатқан оқы және жең онлайн байқауына қатысуға шақырады. Байқау 2025 жылдың 1 ақпанынан тіркелу басталады. Кітапты сүйіп оқитын әрбір тұрғын кітап оқып қана қоймай, ол үшін 50 мыңнан 150 мыңға теңге дейін ақшалай сыйлықты алуға мүмкіндігі бар. Байқау қазақ және орыс тілдерінде 3 жас санаты бойынша өткізіледі. 10 жастан 14 жасқа дейін, 15 жастан 18 жасқа дейін, 19 жастан және одан жоғары. Қатысу үшін барлық ниет білдірушілер 2025 жылғы 1 ақпаннан бастап байқаудың ресми сайтына тіркеліп, сайтта көрсетілген сілтеме бойынша өтіп, өз жас санаттары тобына өтуі керек. Қазіргі әлемде адам жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлға болуы керек. Бұған қол жеткізуге кітап көмектесе алады. Кітапты тұрақты оқу, өз ойыңды анық тұжырымдауға, қарым-қатынас шеңберін кеңейтуге, қызықты сұхбаттасушы болуға және өмірден ләззат алуға мүмкіндік береді. Кітап оқып, сыйлық алыңыздар. Барлығыңызға сәттілік тілейміз. Сіздердің назарларыңызға байқауға қатысушылардың өз үлестерімен бөлісуді ұсынамыз. Мен Аңсабаева Шәкіржан қызы, осы строитель кітапханасының тұрақты оқырманымын. Осындағы қыздар кітапханашылар мені оқы және жең конкурсына қатысуды сұрады. Сол конкурсқа қатысып, мен 2 тур өттім. Негізі 3 тур 3 кітап оқылу керек, бірақ 2 турын өтіп, 3-шіге өте алмадым. Бірақ оқыған өкініш жоқ, сондықтан жақсы кітаптар оқылды. Сондықтан мен сіздерді осындай конкурсқа қатысуға шақырамын. Кітап оқыңыздар, сыйлық алыңыздар, бәріңізге сәттілік тілеймін. Всем добрый день, меня зовут Карлыгаш, я являюсь участницей онлайн-конкурса «Оқу және жең», где у каждого читателя есть возможность не только прочитать книги, но и получить денежные призы. Прошла 2 этапа конкурса. В первом этапе нужно было прочитать книги авторов Казахстана, во втором этапе прочитать книги авторов Казахстана, пишущие на казахском языке, но проживающие за пределом страны и стран СНГ. Чтение позволяет не только развиваться мышлению, но и расширять круг своего общения и быть с интересным собеседником. Призываю всех к чтению книг и развиваться.